Тілектер жайнайды болып гүл, әдемі бәрі қандай. Соғып тұр, соғып тұр, соғып тұр, жүректер қоңыраудай. Мектебім алғашқы ұстазым, астық қой бәрі. Шалалығым, балалығым, партада қалады. Төгіліп, 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 шалқайды ән шарықтайды. Мектебімізге қош келіп жатырсыздар. Осыдан 20 жыл бұрын мектептің табалдырығын өздеріңіздің болашақтарыңызды мақсат қойып алдарыңызға ұшып шықсаңыздар, бүгінгі күнде дәл қазір сәтте өздеріңіздің білім алған, тәрбие алған орталарыңызға, мектептеріңізге қош келіп жатырсыздар. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Мұқыр орта мектебіне сіздерді ұстаздарыңызбен қазіргі мектептің шәкірттері күтуде. Күндеріңізге сәттіліктер тілейміз. Жақсы жоспарлаған бүгінгі 20 жылдық тойларыңыз сәтін салып, аман есен аяқталсын деген тілек айтқым келеді. Қош келдіңіздер.
рұқсат. Содан кейін арада мектептің актовый залында өздеріңіздің жоспарлаған үлкен шараларыңызға жол ашық. Қазір бізде мемлекеттік емтихан өтіп жатыр. Мектепте 11 сыныптардың 3-ші қатарға қарата ауыстырды. Қазір 1-ші және 2-ші қатардан сіздерге өздеріңіздің барынша өздеріңіздің отырған парталарыңыз, өздеріңіздің білім алған кабинеттеріңізді дайындап қойдық. Арман мен қиялға еремес, өмірдің заңы күшті. Сөмкемес мектепке келеміз, арқалап сағынышты. Сағындым мектепті, сағындым ақ бантик таққан қызды. Сол күндері ол білмеді сезімімді ізгі. Төгіліп, төгіліп, төгіліп шалқайды ән. Еңбектерінің жемісін көрдіңіздер. Сол еңбектерінің нәтижесін мына бүгінгі 20 жылға мынау 60 ауылға мост саласында ауылымызды көркейтуге үлестеріңізді қосып отырсыздар. Еңбектеріңіз еселеніп, осылай әрдайым аттарыңыз аталарына лайықты болып жүре беретініңізге Төгіліп, төгіліп, төгіліп шалқайды ән шарықтайды. Әуелі таныс, әдемі вальс құстай қалықтайды. Әуелі таныс, әдемі вальс құстай қалықтайды. Ассалаумағалейкум, қадірменді қонақтар. армысыздар аяулы ұстаздар мен Мұқыр орта мектебінің 48-ші түлектері. Бүгін міне сан жылдық тарихы бар алтын ортамызда қайтадан бас қосудың реті келіп тұр. Дәл осы жерде 11 жыл өмірін сарп еткен сарыуыз балапандардың қазір қиядағына салатын қыранға айналғанына куә болып отырсыздар. Иә, қаратай оқушыларыңыз бүгін таудай азаматқа айналып, тіршіліктің ащысы мен тұщысын айыра білетін, тіс қаққан тұлға ретінде қалыптасқан, ендеше сан қыранды самғатқан алтын ұя тақырыбындағы жиынымызға қош келдіңіздер. Өмірден өзгешелеу сый күтті кім, басқаша ой арманды түйдік бүгін. Күн апта, айлар өтті желдей есіп, жылдардың мойындадық жүректігін. Мұның бәрін кейінге қарап ұқтым, сол кездерден бойыма нәр алыппын. Жасырынып ұлыңнан бұл күндері, сәттерін сағынасың балалықтың. 20 жыл өткен екен содан бері, теңіздей толқытады көп әңгімені. Кедейсің ерке соққан сәттеріңе, демейсің сол күндерге соған кері. Тілінде сайрап тұрған тотысы бар, жүректен үміт намыс оты шығар. Сіздерге сәлем берсін ал ендеше 20 жыл бұрынғыдай оқушылар. Алдарыңызда Мұқыр орта мектебіне 1993 жылы барып, 2004 жылы түлеп ұшқан жігіттер мен қыздар келіп тұр. Қарсы алыңыздар.
20 жыл ішінде біздің тапқанымыз бен жоғалтқанымыз бар. Оқушы кезімізде Аймұрат Сарбалин сияқты сыныптасымыздан айырылсақ, 11 жылды тамамдағаннан соң 5-1-де арысымыздан көз жаздық. Сонымен қатар қаншама ұстазымыз бақилық болды. Алла олардың барлығын жанатқа жеткізсін. Нұрбол дұрыс айтасың. Достардан айырылу біздің ең ауыр кезеңдеріміз десек қателеспейміз. Бізден тәлім тәрбиесін аямаған ұстаздарымызды ешқашан ұмытпаймыз. Қазір осы 20 жыл ішінде қандай жолдардан өткеніміз туралы 48-ші түлектердің бірі сыныптасымыз Қуандық Қожақов кем айтып кетсін. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, құрметті сыныптастар және тағы да басқа құрметті қонақтар. Жиынға қатысып отырғандарыңыз үшін алғыс білдіргіміз келеді. Біз осы мектепті бітіргелі аттай 20 жыл өте шыққан екен. Міне балалығымыздың куәсі болған алтындай ортамызға қос 10 жылдықты өткізіп барып, қайта келіп отырмыз. Көзді ашып жұмғанша зу ете түсетін уақыттың осынша жылдам екенін бізде мойындағандай болдық. Кешегі үрпекбас бала мен бұрымды қыздардың самайына бүгін аққар түскендей өзгеріс пайда болған. Тіпті кейбір құрбы-құрдастың тұңғыш перзенттері мектепті тамамдап шаңырақ көтеруге шақ тұр. Бұның бәрі бір орында тұрып қалмайтын торлаусыз тірліктің бір нышаны секілді. Аумалы төкпелі 20 жылдың ішінде не істедік, не тындырдық. Әрине, жаһанданудың ізін қуалап, ғарышта игерген ештеңеміз жоқ. Машина жасап, роботта ойлап таппадық. Дегенмен, қысқа ғана өмірді тек ғылыми қызметтерге орналасып, үбірлі-шүбірлі болып, тірлігімізді қалыпқа келтірдік. Қыздар да өмірден теңін тауып, тамаша ғұмыр кешіп жатыр. Міне, осының бәрі біз үшін үлкен жетістік, зор мақтаныш. Сонау бала кезде қанатымыз әлі қатая қоймаған шақтарда бір-бір үйдің еркесі һәм асауы болған біздерді қақпайлап әкеліп класқа қамаған, әрі әріп танытқан алғашқы ұстаздарымыз бен ащы мен тұщыны, аласа мен биікті, терең мен тайызды ажыратып үйреткен, әртүрлі пәннен дәріс берген ағай апайларымызға басымызды иіп рахмет айтқым келеді. Біздің осынша күйге жеткеніміз әуелі Алланың, содан кейін әке-шешелеріміз бен сіздердің арқаларыңыз екені даусыз, құрметті ұстаздар. Әсіресе әліппе ашқызып әріп танытқан Гүлзада Яғалиева, Перизат Арыспаева, Райса Жұмағалиева, Ағзира Құрманшина апайларға, сондай-ақ бастауыш сыныптан кейін бізді қабылдап алған Қайыржан Кетебаев, Гүлзада Исамберлиева, Айман Кенжеғалиева, Тағыберген Мұсағалиев, Бердіхан Боқбаев, Айнагүл Имашева, Зейнеп Бекенова, Мәншүк Ниязбекова секілді ағайлар мен апайларға мың алғыс болсын. Сонымен қатар санамызға әртүрлі пәннің қыр-сырын сіңіріп, бізді мейлінше түзу бағытқа салған, тәрбиелеген, тәлім берген мұғалімдерге өмір бойы қарыздар екеніміз анық. Өзімізге келер болса, Мұқыр орта мектебін тамамдаған 90-ға жуық түлектің бірнешеуі 20 жылдық кездесуге түрлі себеппен қатыса алмай жатыр. Ал осы ретте 2-10 жылдықтың ішінде өмірден озған сыныптастарды айтпай кетуге болмас. Мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде Аймұрат Сарбалиндей құрдасымыздан көз жазып қалғанымыз бәрімізге белгілі. Ал мектеп бітірген соң өкінішке орай тағы да 5-1-де арысымызды арамыздан ажал сүйреп әкетті. Нақтырақ айтсақ, Салауат Қозбақов, Салтанат Құсымова, Аймұрат Иманалиев, Болат Нұртазин және Азидолла Жұмағазиев секілді арда достарымыз келместің кемесіне мініп кете барды. Біз олармен бірге өткен қызыққа толы сәттерімізді ешқашан естен шығармаймыз. Сағынышпен еске алып, дұғамызға қосамыз. Қайтыс болған құрдастарға деген қимастық сезім болғанмен өмір жалғаса береді. Арамызда адам қызығарлықтай жетістікке қол жеткізген сыныптастар да бар. Мәселен, Жасиева Назгүл Төлегенқызы қазір Алматы облысы кедендік бақылау департаментінде
департаменті халықаралық қатынастар бөлімінде қызмет атқарса, алтын белгі иегері Мұратбек қызы Алтынай Құсайынов атындағы Евразия гуманитарлық институтының аға оқытушысы болып жұмыс істейді. Сонымен қатар Құттыбаева Гүлбаршын Қазгидромет мекемесінің Атырау облыстық филиалы Сағыз метео станциясының бастығы. Ал Есқалиев Мереке Атырау облысы мемлекеттік еңбек инспекциясы басшысының орынбасары болса, Табынбаев Аслан Атыраудағы нөмірі 1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде дзюдо күрестен аға жаттықтырушы. Оның шәкірттері қазір құрлықтық халықаралық деңгейлерде топ жарып жүр. Алмұхамбетова Гүлнара Сағыз ауылында балауса бөбекжайының педагог-психологы. Бұдан бөлек Қабдешов Данияр, Смағұлова Мәрзия, Тастанбеков Бақтар, Рахимов Зухра, Сейсенов Райымбек сияқты жігіттер мен қыздар жеке кәсіпті ұршықша үйреніп отыр. Арадан шыққан педагог ұстаздарды санап тауысу мүмкін емес. Журналист, ақын, жазушы, аудармашы Құспанғалиұлы Нұрислам да біздің қатардан. Тізімді осылай соза берсек қалай таңда атуға болады. Мұнайшы, құрылысшы болып қызмет атқарып жүрген сыныптастар өте көп. Тағы бір айта кетерлігі, 20 жыл ішінде көп балалы әке, көп балалы ана атанып үлгерген құрдастарға ерекше ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Түсіне білгенде 20 жылдан кейінгі басқосу қысқа ғана өмірдегі қайталанбас кезеңдердің бірі. Ескі мен жаңаның, балалық пен даналықтың тоғысар тұсындағы тәтті бір шақ деп білеміз. Жылдағы дәстүр бойынша 20 жылдық кездесудің қарсаңында бізде кеңес құрып, туған топыраққа пайдамызды тигізсек дедік. Әрине, әртүрлі мәселенің барына көз жеткіздік. Дегенмен, өзіміздің қалтамыз көтеретін, оң жамбасымызға келетін, әрі ауыл халқына пайдасы болатындай бір тоқтамға келдік. Осылайша, көктемде және жауын шашынды мезгілдерде буырқанып, асау мінез көрсететін ауыл ішіндегі сайдың үстіне жаяу жүргіншілер көпірін салдық. Бұл ең әуелі екі беттегі елдің қатынасы үшін тиімді болмақ. Бір ғана мысал, көпір ағын су бар кезде оқушылардың мектепке баруын оңайлатады. Тіпті осыдан 20 шақты жыл бұрын талапқа сай өткелдің жоқтығынан бір жастың суға кетіп қыршыннан қиылған ешкім ұмыта қойған жоқ. Сол себепті біз мейлінше пайдалылар істі қолға алғанды жөн деп таптық. Құрметті қонақтар, мектеп табалдырығын аттағанда біз 3 класс едік. Жылдар өте келе 4 топқа бөліндік. Кейін қазақ тілі мен қазақ әдебиетінен тереңдетілген сынып ашылды да 5-ге жеттік. Ал мектепті тамамдар тұста қайта 1 классқа азайып 4 сыныппен бітіріп шықты. Міне, қазақтың төртеу түгел болса төбедегі келеді дегені осы болса керек. Рахмет. Көзді ашып жұмғанша өте шыққан қос онжылдықтың ішінде қол жеткізген биіктерді баяндап берген сыныптасымызға алғыс айта отырып, сөз кезегін Мұқыр орта мектебінің директоры Венера Тілекқызына береміз. Құрметті Мұқыр орта мектебінің 48-ші түлектері және осы мектепте еңбек етіп қазіргі таңда құрметті еңбек ардагерлері, зейнеткерлеріміз, барлығыңыз қош келдіңіздер дегім келеді. Қазіргі таңда Мұқыр орта мектебі тарихта осы аудан бойынша үлкен іргелі мектептердің қатарында болса, сол мектептің ішіндегі тәлім алған, тәрбие алған, білім алған біздің мектептің шәкірттері қазіргі таңда жан-жақта елдің қоғамға еңбек етіп, әртүрлі отбасылы болып, жаңа өздеріңіздің сыныптастарыңыз баяндап кеткендей, қоғамға әртүрлі еңбек етіп атсалысып жатырсыздар. Бүгінгі күні ауыл көлемінде дәстүрге айналған мектептің түлектерінің әртүрлі жағдайда 10 жылдық, 20 жылдық, тағы да басқа бас қосуларының бір дәлелі мектептің, Мұқыр орта мектебінің 48-ші түлектері қазіргі таңда мына қара шаңырақ Мұқыр орта мектебінің табалдырығын атты көп жылдардан бері қарата сағынышпен, ұстаздарыңызбен бірге кездесіп жатырсыздар. Қара шаңыраққа қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Елде жүрген
әртүрлі себептермен қатынаспаған сыныптастарыңыз аман жүрсін, аман жүріңіздер. Барлығыңыздың отбасыларыңызға амандық тілеймін, денсаулық тілеймін. Еңбекте жүріп отырсаңыздар, толағай табыстарға жетіңіздер дегім келеді. Енді қазір сіздердің мына бейнефильмнен көріп өткендей, балалық шақтарыңыз бен қазіргі шақтарыңызды көріп, сіздердің есейіп, үлкен аға буынға аяқ басқандарыңызды көріп, мен сүйсініп отырмын. Сондықтан мектеп әкімшілігі атынан, қазіргі таңда Мұқыр орта мектебі ұжым атынан сіздерге алғысымды білдіргім келеді. Ұстаздар қауымы, сіздер қош келдіңіздер. Сіздердің білім берген, тәрбие берген шәкірттеріңіз қазіргі таңда сіздердің мерейлеріңізді тастып, орталарына алып, сіздерге үлкен құрмет көрсетуде. Сіздердің тек қана бейнеттеріңіз, білім берген, тәрбие берген шәкірттеріңізден үлкен алғыс осы деп есептеймін. Сондықтан жылма-жылға бітірген түлектер сіздерді есіне алып, құрмет көрсетіп, ізет көрсетіп жүре берсін дегім келеді. Сіздерге де мықты денсаулық берсін. Еңбектің жақсы зейнетін көріңіздер. Қазіргі таңда еңбек етіп жатырған біздің ұстаздар әріптестеріме сіздерге де еңбектеріңіз зор болсын. Алғыс алыңыздар, шәкірттеріміз өзімізден озатындай, елге пайдасын тигізетіндей болсын дегім келеді. Көп-көп рахмет сіздерге. Әлде де алдағы өтетін шараларыңызға сәттіліктер тілеймін. Елге жасап жатырған игі істеріңіз оңынан болсын деймін. Талаптарыңыз оң болсын. Жаңа үлкен арғы теміржолдың арғы беті екіге бөлінеді ғой. Сол екі сайдың ортасынан демеуші құттай елге пайдаларыңызды тигізіп жатырсыздар. Құтты болсын дегім келеді. Әлде де елімізге, ауылымызға жақсы пайдаларыңыз тие берсін. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Адам қылған ерінбей ептепені, ұстаздарын бір төбе мектептегі жүректерін біздерге берді бөліп, еңбектері ешқашан тек кетпейді. Ұстаздарын бір төбе мектептегі жамандыққа ешбірі елтетпеді. Сыныптағы сол күндер санамда жүр, дәптерінің сарғайды тек беттері. Ынталыны ешқашан шеттетпеді, ынталы мен ырысқа жетпектегі ұлағатын аямай беріп келген ұстаздарым бір төбе мектептегі оқытқаны ормандай көкті екені, санбай ұшты көңілдің көк кептері, сол күндерді шіркін-ай сағынамын, соққан сайын өмірдің өкпектері деп құрдасымыз
Ислам Құсманғалиұлы жырлағандай, ендігі сөз кезегін ардагер ұстаз Қайыржан ағай мен Зейнеп апайға ұсынамыз. Қымбаттылар, құрметті түлектер, арада неше жыл өтсе де Алтыния мектебін білім берген ұстаздарын құрылса ертеміз. Бірге өскен құрдастарын ұмытпай, шәкірттердің бас қосатыны ақиқат. Бүгінгі сіздердің осы мақсатта өткізіп жатқан салтанатты жиыннан құтты болсын. Сіздер білім алдыңыздар, мамандық алдыңыздар, тұрмыс құрдыңыздар, үйлендіңіздер, балалы болдыңыздар, соның бәрі құтты болсын. Халыққа қызмет етіп жатсыңдар, отанға қызмет етіп жатсыңдар. Бұл мектеп талай ұрпақты өсірген мектеп. Осынан талай ғалымдар, талай жазушылар, ақындар оқып шықты. Оны өздеріңде білесіздер. Бірнеше ғалым докторлар бар қазір. Алтаев Соғанана, Тайжан, Барсай бар. Бақтали Шәпиев есімін докторлар бар. Басқалары өздеріне сансыз көп. Осы мектепте оқып шыққан жазушы Береке Құлкеновті білесіздер. Осы оқудың топырағында туып өскен қазақтың қара баласы, Әбдеш Талшынның баласы осы мектеп түлегі. Қазір мыңға жақын Қазақстан жазушыларын басқарады. Жазушылар одағының төрағасы. Мектебін ұмытпайды. Өткен жылы жазушылар одағының төрағасы болғанына байланысты әке-шешесінің басына келді. Маған үйге бір сәлем берді. Мен 6-шы класста жетекші болғанмын. Қасында Еділхан бар, Елемес Оқлас бар, Шомай Құлшарып бар, Баязил бар. Келіп үйге сәлем берді, батаңдар өтті. Шомай кеткенде менің оқушымен облыстық сауда бөлімін басқарды. Ақпанның инструктор болып, жетекшісі болып, бір ұйымның алып оқысы да ұмытпай, келгесінен оқуға келсе, сәлем беруге күріс бар. Жақында екшілік садақаға келіп кетті, бәріне амандасып. Берекесіне құттықтап, ұстазы сыйлап, құрметті үлкен парыз. Пайғамбар айтқан ғой, ата-анаңмен ұстаз қатар тұрса, ұстазға сәлем бер. Себебі ол саған қанат бұзады, ұшырды деп. Сол айтқан ұстазға деген үлкен құрмет. Немесе 11 ғасыр бұрын осылай өмір сүрген Әл-Фараби менің мектебіме, ұстазыма, немереме бас иіп берді. Ұстазға басу үлкен парыз. Мектепті жаңа көрдіңіздер, араларыңыздар, мырзан барғы сіздердің кездеріңіздер түгелімен өзгеріп кеткен. Мектеп абаттандыру машқара жақсы, біздің кезіміздегідей емес. Үкіметтің де қазір көзқарасы мектепке жақсы ол. Ана кабинеттерді көрсеңіз, осы мектептің бір ерекшелігі мектепті, осы мектепті өзі түлектер басқарып берді. Қазір мені жақсы басқарып отыр. Түгелімен өзгерісті. Өткен жылы Барсайға бақытты кездесіп болды. Сонда риза болып, мектепті жақсы сұрды. Мені пысар екен. Осы өзі үлкен жетістігіміз. Әлде де алдымызда талай ғалымдар, ұстаздар, ел басқаратын адамдар өсе берсін, өле берсін. Аман болыңдар,
ұрпақ өсіріңдер, тәрбиелеңдер, Алла жеңісі көріңдер, аман болыңдар деп қазір қарсайдық, қайғыларық, ұлғайдаған деп абай айтқан қазір ұлғайдық, үлкейдік, құлақ естімейді, көз көрмейді, тіс жоқ, сөйлей алмаймыз. Иә, ағат 80-ге келді. Енді шақыр, құрмет көрсеткендерге рахмет. Заман тыныш болсын, аман болсын. Мына қазір үлкендер, алапаттан аса құтылады, sevgili tasmanım. Халық аман болсын, ел аман болсын, ел тыныш болсын. Сіздер азамат болыңыздар, елге қызмет ете беріңіздер, ұрпақтарына қызығын көріңіздер. Рахмет. Құрметті қонақтар, құрметті ұстаздар, 48-ші түлектер, қош келіп жатсыздар. Жылдағы дәстүр бойынша жалғасып келе жатқан бүгінгі 20 жылдық тойларын кездесу кеші құтты болсын демекпін. Енді жаңа Қайзын ағай айтып кетті ғой. Қайзын ағай бізге де сабақ берген ұстаздардың ішінде қалған ұстаз ретінде жалғастырған Қайзын ағайын бәрімізге де білім берді. Енді осы Мұқыр орта мектебін бітірген жаңа айтып кетті. Бірнеше түлектер үлкен азамат болып, мектепті бітіргеннен кейін сан жаққа кетіп, міне 20 жылдан кейін бас қосқансыңдар. Сендер үлгілі ата-аналарсыңдар. Білім алдыңдар, одан кейін еңбек еттіңдер, әрқайсың бас қосып, әке-шешелерге жаманат келтірмей, осындай дәрежеге жеткендерге біз қуаныштымыз. Әрқайсы әр салада еңбек етіп, өз семьяларында асырап, мына 20 жылдықты ұстаздарды біздерді шақырып атқандарға мен қуаныштымын. Енді жаңа ағай енді жасы келіп қалып, сонда да ағай өзінің жаңағы шәкірттерін жаңағы сыйлағандықтан келіп жатыр ғой, өзінің тілегін, ақ тілегін айтып жатыр. Мына мен осы бұл 20 жылдықты өткізу дейтін оңай шаруа емес. Мына бәрін осы ұйымдастырып жатқан мына қыз жігіттерге, ұйымдастырушыларға көп рахметімді айтамын. Бұл оңай шаруа емес, бәрін көптіңіздер. Енді айта кетейін, мына отырған Тәкон ағайларының класс жетекшісі болдым. Бұлар 64-ші жылдар. Мына айтады ғой, мен жастарға сенемін. Нағыз жұмаға айтады, мен жастарға сенемін деп. Қазіргі жастар өте сауатты, білімді, ойлары біздің де артық. Сондықтан мына Тәкон ағайлар қазір 64-ші жылдар 60 жасын сөйлеп жатыр. Мына жаңа жылдан бастап осы оқушыларымның 60 жасына мен келіп жүрмін. Енді сендер шақырыңыздар, тіпті қуанып жатырмын. Енді сендер де ертең осы 60 жастарын тойлайсыңдар, қазір жастықпен ештеңе білмейсіңдер. Балдарың енді жаңа айтып жүр ғой, кейбіреулерің балдар мектеп бітіріп жатыр дейді, мектеп бітірейін деп жатыр дейді. Бала тәрбиелеген жерде баланы оқытасыңдар, содан кейін 60-қа келгенде сендер сол балдарын оқытып, тоқытқан балдарын өздеріне қызмет етеді. Мына Тәкон енді жаңа айтып жүр ғой, бәрін білім алып, мектепті басшылық етіп отыр. Мына Венера жаңа айтып отыр, Қайзын ағай дұрыс айтады. Мына жылдан жылға, мына 21-ші ғасыр, мына сендерге біздің кезімізде, біз мұғалім болып келген кезде, біз от жағамыз, от басамыз, жаңа көш, жаңа отын жоқ, су жоқ жаңағы. Сендерде замандарың өздеріне қарай, бақытты замандар өмір сүрген жерде сендердің мына бақытты шақтарың ұзағынан болсын деймін, дендерің сау болсын деймін. Аман болыңдар, бала-шағаларың аман болсын, үлкен қарттыққа жеткізсін. Біздер де жаңағы үлкен мына келіп жатырмыз, сендердің көңілдеріңді қимай жаңағы ауырақ ән жерін сырқырайды, мен көңіл қалғырғым келмейді. Бір көңілше адаммын. Былай қараңыздар, енді жас кезімде қатты болған шығармын, оны мойындаймын. Мынаға кейбір оқушылар айтады ғой маған, мен өзім оқыған оқушыларым айтады. Апай, сіз қыздарды қатты нетті. Мен қыздарды жек көрмеймін, бірақ мына ұлдың аты ұл қолына күрек ұстаса семьяны асырайды. Ал қыз бала нәзік. Сондықтан да сендерге жаман болсын деген жоқпын. Бәрі жақсы болсын, білімді болсын дедім. Сол ұрысқаным, сол қазір мен мойындаймын оны.
демек басшылық тұрғанда мына мектебіміз мынандай десек, мен жаңа көріп тұрмын, бірінші рет көріп тұрмын, бедер басқарығы мектептің бәрі өзгеріп кеткен. Жақсы, мына молодец, мына жастың аты жас қанша дегенмен де мына дөңгелек ұстап жатыр. Мына біздер сендермен бірге мектебін беріп, барлық тілектерін айтып жатыр. Мына 48 түлектерге айтарым, дендерің сау болсын, аман болыңдар, дұрыс жолдан айналайын. Көке, мына қуандық бар, мына бізде де апайың жаңа мен өткенде келгенде шақыруға келгенде де айттым. Мына апайларының еңбегі зор. Сенің көзіңді ашып, жаңағы көрсетіп, кітап шығаруға бәріне ақша жүрген осы бізде де апайларың жақсы, бізде жақсы ұстаздар өте көп. Мектепте ұстаз болып жүр, ұстаздықтарың жақсы болсын, аман болыңдар. Тек денсаулық дейді, бірінші денсаулық болсын. Денсаулық болмаса, онда ешқандай көріп тұрған жоқпын мен енді. Мына Қайыржан ағай 80-ден асқан Қайыржан ағай 80-де ме? 82. 82 келе алмай шығамыз біздер. Мына енді ағайға риза болып отырмын, ағай бізді оқытқан, бірақ бұл ағайда бізге көріп қойған жоқ. Құттай үшіп бүйтіп қояды ағай, құттай үшіп. Біз енді баяғыда мен өзім әкем айтады деп, қарағым, сен баланың еңбегін жеме, үш қойма, 5 қой, 4 қой деп. Қалай болды дейді? Ертең сол бала дейді, 3-ке оқыған бала дейді, керемет азамат бар дейді. Сол шында тәжірибесінде солай дейді. Бұлаған уақытта. Бәрі бақытты болыңдар демекпін. Аман болайық, деніңіз сау болсын, қыздар жігіттер тек амандықта келісейік тағы да. Амандықта жүрейік. Рахмет апай, айтқаныңыз келсін. Ортамыздан ерте кеткен сыныптастардың ата-анасы, туған туысқандары сөз сөйлеу керек еді, өкінішке орай келе алмапты ешбірі. Енді нөмірі 2-ші орта мектептің директоры тағы бірген ағайға сөз кезегін береміз. Құрметті 48 жылғы түлектер, құрметті қонақтар, ұстаздар, енді жаңа жалпы қорытынды жақсы хабарлама жасады қуандық. Көп нәрсе ойымызға түсіп отыр. Көңілдің көлденеңі бар, өмірдің өз дегені бар дейді. Енді көңілдің көлденеңіне мініп жан-жаққа тарадыңдар, өмірдің өз дегенінен қазір әркімде өзінің орындарын тауып жақсы азамат, азаматшалар болып, бір үйдің ұтқысы болып отырсыздар, біздер қуанамыз. Жалпы дәрігердің қателігі көрде, мұғалімнің қателігі жерде дейді. Сіздердің кейбір сүрінген жақтарыңызды біз көріп қалсақ, қате өзімізден де кеткен болар деп кейде ойлаймыз. Бірақ Аллаға шүкіршілік, қазір ондай кездесіп жатқан жоқ. Бәріміз де жақсы жақтарын естиміз. Енді көбіне Мәрияны мақтаймын. Жиын тойларда, тілек айтқанда жақсы істердің бастамасы болып, осы мұқырдың өзінде 2-3 отбасыға баспана алып берген дейтін бұл үлкен жетістік. Менің оқушым деп, именден кәдімгідей. Ол адам көңіліне де бір қуаныш береді. Қарап отырмыз, жаңа класқа кіргенде қазір енді бұл класс кетеді, қазір сынып дейміз ғой. Сыныпқа кіргенде не болған білмей қалдым шынымен. Кәдімгі шулап, баяғы кезде еске түсіп, өзім не айтарымды білмей қалдым. Осындай көңіл күйлерін жаңа Дина айтты шынымен. Ол шараны ұйымдастыру оңай емес. Біздер тек бірінші рет емес, біздер енді қонақ ретінде 20-ға шақырады, барамыз, үлкен жұмыс дейді. Үлкен адамдардың да бір-біріне деген көңілі, ұйымдастыру қабілеттері өшірді көрінеді. Мысалға, үлкен шара ғой, енді көптен бері атшап түскен жоқ. Мен өткенде алтын келіп айтқанда айтып едім, атшап істейтін үлкен шара, ол сендер қолдарынан келмейді. Жоқ, ағай, біздер келеді, біз жасаймыз, соған қуамын. Енді көріп жүрміз, кейбір түлектердің ол қолдарынан келмей алады. Ол дейін үлкен шара, ауылдық шара, ертең бүкіл ауылдың қарттары, бала-шағалар түгел қатысады. Ауылға қуаныш сыйлайсыңдар, ол кезде айтамыз ғой. Рахмет.
біздің көңілімде кәдімгідей мақтаныш сезім бар. Сіздер аман болыңыздар, әлі де биікке көтеріліңіздер. Жаңа Қуандық айтты ғой, әр жерде де өзінің жақсы мамандық. Ешкімде ол енді лауазымға қарамайды, әркімнің өз көңілінде бір тұлға, сол тұлға болып қала беріңіздер. Жақсы азамат болып, аманшылықта болып, жақсы өткен тойларда кездесе берейік. Рахмет. Сіздерді шақырғандарыңызға рахмет. Тағы да тілек ниет білдірем деген оқытушылар болса ортаға шақырамыз. Жүдабай. 2004 жылы бітіріп, үлкен өмірге қадам басқан түлектер, бүгінгі салтанатты басқосуларыңыз құтты болсын. Және осы біздің балаларымыздың осындай дәрежеге жетуіне үлес қосқан, білім берген, тәрбие берген ұстаздар, сіздерге де құтты болсын айтамын. Енді осы 20 жылдық болады екен дегенді естігелі бері, сол хабар шыққалы бері шын мәнінде былай өмірде кейбіреулерімізді көріп жүрсек те өз басыма қазіргі кейіпкеріңіз елестеген жоқ. Күнде ойлап жүрем, сол баяғы кішкентай кездегі қылықтарыңыз, кішкентай кездегі кейіптеріңіз, партада отырған орындарыңыз, киген киімдеріңіз, сол күйлеріңізді елестейсіздер көзіне. Сондай бір ыстық. Енді жаңада бәрімізді көріп, осы жерде амандасып, арқа-жарқа болғаннан кейін сынып бөлмесіне кіргенде, сол арадағы 20 жыл болып кеткен сияқты. Біз қайтадан сыныптың бөлмесін басымызға көтеріп шулап, айналдырған 7 оқушы болса да, керемет бір жақсы көңіл күйде болды. Қазір жаңа баяндаманы тыңдап отырмыз, бейнелеріңізді көріп отырмыз, марқайып отырмыз, шынымызды айтсақ, риза болып отырмыз. Әркімнің әрбір салада жасап жатқан еңбегін тыңдап отырмыз. Біз ризамыз сіздерге. Әйтеуір осы 20 жылда Мұқыр орта мектебінен шыққан соңғы түлектердің бір жаманатын естімедік, жүзіміз төмен қараған жоқ. Сол үшін сіздерге үлкен рахмет. Ең алдымен адамға денсаулық керек, саулықтарыңыз мықты болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Осылайша кім қай қиырда жүрсе де ірі болыңыздар, елдестеріңізден шығармаңыздар. Енді осы тойларыңыз жақсы басталып жатыр. Аяғына шейін осылай ынтымақпен жақсы өтіп шықсын деп тілеймін. Осындай мүмкіндік туғызып отырған Мұқыр орта мектебінің қазіргі басшысы Венера Тілепқызына да бөлек алғыс. Жаңа сынып бөлмесіне кіргенде, бұрында сол сыныпта басқа бір материалды жасалған киіз үйіміз болып еді, арасында көкеңдердің, әміраттардың тығып қоятын, әсіресе Салиха апайдың сабағын тығып қоятын, шымдарын білдірмей. Соның орнында да сол киіз үйдің бір нышаны тұр екен, сол кезге қайтып оралғандай болдық. Соның ізін жоймай, қаншама жөндеу жұмысы, реставрация өтіп жатса да сақтап отыр екенсіздер. Сол үшін де рахмет. Енді баршаңызда аман болыңыздар, еліміз тыныш болсын. Осы елмен бірге өркендеп, өсіп өне беріңіздер. Біз сіздердің жақсылықтарыңызды естіп, марқайып отырайық. Қайыржан ағайдың бүгінгі биігіне жетейік. Аман болыңыздар, тойларыңыз тойға болсын. Ендігі сөз кезегін бастаушыда сабақ берген қаладан келген Президент апайымызға сөз кезегін береміз. Бүгінгі мерекелеріңіз қымбатты көпшілік құтты болсын. Біріншіден мына Алтынұя мектеп өзінің еңбек жолын бастаған мектеп. Осы мектептің әріптестеріне жетістіктен жетістікке жете беріңіздер. Әрқашан творчестволық табыстар тілейік. Шәкірттеріңіз биіктен шыға берсін деген біледі. Қайыржан ағай,
сізде деніңіз сау болып, тек осы шәкірттер әр жылғы шәкірттеріңіздің ортасында келіп отыра беріңіздер. Бұйырса сізді 40 жылдық шәкірттеріңіз де күтіп отырады. Ал енді мына бастауышты бітірген балаларыма айтамын. Бастауышты бітірді балаларым, бастауыштан әр алды даналарым. Әріп танып жазатын халге жеттің, құтты болсын адам балалардың деп шығарып салған оқушыларым осы алтын ұя ұшқан ұяларына қайта келіп отыр 20 жылдан кейін. Мен сендермен әрқашан сіздермен мақтанамын, сіздер менің мақтанышымсыздар. Өйткені сіздер қазір әрқайсыңыз әр салада қызмет етіп жүрсіздер. Бір үйдің ұйтқысы, бір үйдің бәйтерегі болып отырсыздар. Сіздер әрқашанда өмірдегі басты байлық, 3 байлық дейді ғой. Зор денсаулық, бас амандық, мол бақыт дейді. Осы 3 байлықты өздеріне тілеймін. Әрқашанда осылай ұшқан ұяларымды, ұстаздарымды ұмытпай, тек жақсылықты кештерде кездесе беріңдер дегенде. Өткенде мысалы үйге шақыруға келгенде балам айтады, мама сені мұқырдың 87-ері шақырып тұр дейді. Мұқырдың 87-сін істедім деп түсінбедім. Сыртқа шықсам Нұрислам, Аққайыр, Айсәуле үшеуі келіп тұр екен. Сосын апай бізді танымадыңыз ба дейді. Жоқ, танымадым дейді. Жүріп ішке кіріп танысайық дейді. Сосын Ақбергенмін ғой дейді. Нұрисламсың ба дейді. Ал Аққайды таныған жоқпын. Сонда өзім ойлаймын, кәдімгі 20 жылда бірталай балалар өзгеріске келіпті деп. Жаңада көршілер айтады, апай мені танымай қалдыңыз ба, танымай қалдыңыз ба деп. Беттерін шырамытып тұр, бірақ өзім фамилиясын айтқанда бар, аты есіме түсіп тұр. Кейбір балдардың. Енді мына бақилық болып кеткен оқушыларымыз сіздерге бүгін риза болып жатқан болар, еске алып жатсыздар. Әрқашан сіздерді жебеп, демеп жүре берсін. Жатқан жерлері жайлы болсын, топырақтары торға болсын дегенмен. Енді Әзидоллалар деген бір сыныптың еркесі. Кәдімгі еркелеп жүретін бәріне. Қасында отырған қыздарға да тыныштық бермейтін Әзидоллалар. Өте кәдімгідей бір қалай деп айтсам болады, көңілді сондай бала еді. Мен Салауатпен кім екеуі болады көбінесе үндемейтін. Салауатпен болады. Сосын осыларды бірінші сыныпқа келген мезгілде Сергей болды іштерінде. Сергей жаңа Райсапайдың еркесі еді. Сыныпқа келгенде бақырып жылап кірмейін деп жатыр. Сосын Райсапай отырғызып кетті. Сосын Сергей, мен сенің үйіңді білемін, қазір апарып тастаймын үйіңе деп алдап-шылдап мына Сергейді отырғызғанда. Бір уақытта Сергей айтады, апай, мұнда келші дейді. Не болды десе, білсең айтшы қай жерде дейді. Жаңа бұл кезде оның үйін көп білмейді, бірақ әкімшілік жақта тұратын біледі. Сенің үйің мына жақта ғой, мына жақта ғой десем, иә, дұрыс дейді жаңағы. Кеше сендер 20 жылдыққа шақырғанда солардың бәрі есіме түсіп жатыр. Енді сол мен оқушыларымды ортаға шақырайыншы, өзімнің оқушыларым. Бірінші сыныпта біздің тобымыздың аты болды, білесіздер ме? Бәрін ұмытып туған жердің ұранымыз, жақсы атаның ұланымыз. Солай деп айтатын. Сосын әніміз болды. Біз ұлан, біз жас түлек, біз ағаларға жеткіншек. Жақсы атаның ұрпағымыз, еңбек етер келешек деп айтатын едіңдер ғой. Көшбасшысы Алтынай болды. Солай ма? Алтынай, Назгүл, солар болды. Бәрі де есімізде бала. Кеше сендер 20 жылдыққа шақырғанда соның бәрі есімізде бар. Енді сендерге мынау, біз осы 3-ші сыныпта ма, 4-ші сыныпта ма, желтоқсан жан жарасы, ел азасы деген тәрбие сағатын өткізген болатынбыз. Сол тәрбие сағатынан бір фотосымен сендерге мына ашық хат жасап келіп отырмын. Енді ол тәрбие сағатында әрқайсың әртүрлі киіммен тұрсыңдар. Біреуің жаңа тәшеліп болып тұрсыңдар, біреуің Ұрсылбек болып тұрсыңдар. Иә, сен ләззат болдың, иә. Сергей тәшеліп болып,
Сосын кім Бекежан болды ғой, Рысқұлбек. Сосын Нұрлыбек мына жерде несі көрінбей қалыпты. Нұрлыбек болды, кім Мереке болды. Сосын Салауат, Әзидолла, Ғабит жаңа көшпенді қазақтардың несі болды ғой. Сондай көріп киіп алған фотоң мұнда. Енді сендерге ескерткіш болсын өздерің бала шақтарына деп адрес жасап, алғашқы ұстаздардың артынан ескеріп. Құрметті ұстаздар, қатысып отырған қонақтар, бұдан 20 жыл бұрын бітірген жас түлектер деп атайық. Тойларыңыз құтты болсын. Алдымен барлықтарыңызға отбасының амандық, дендеріңе саулық тілеймін. Жаңа енді айтып жатыр ғой. Бір сыныппенен 3-ші сыныптың арасында Гүлзат апай дәріс беріп бұларға. Сонан кейін Гүлзат апай Құлсарыға кетіп қалғаннан кейін жұмыс бабымен мен 4-ші класстан бастап қабылдадым. Кеше жаңағы шақыру келгенде олай білем ғой балалар, бірақ мен Амираттың Нұрисламның 87 жылы екенін білмеймін екен. Есіме түсіріп, мен сосын фотоларымды жазған шығармаларымды іздедім. Бір кезде жазған. Таба алмадым, өкінішке орай, бірақ енді бір күндерді жеткізермін. Сандықтан түбінде жатқан болу керек. Есіме түсіп айтып отырғаным ғой. Енді балалар жақсы оқыды. Жаңа айтып жатыр, кейбір балалар енді сыныпқа барғанда, апай сіз өте қатты болдыңыз дейді. Шындығында мен көбіне осындай шәкірттермен кездескенде, сіз қатты ыссы болдыңыз, қозғалмайтын едік дейді. Мүмкін сол тәртіптің арқасында жақсы білімді, маман, жақсы отбасы болып отқан боларсыңдар деп ойлаймын. Сол үшін қуанамын кейде. Енді жаңағы жаңа айтып жатыр ғой мұғалімдер есіне түседі деп. Нұрислам мен Аймұрат екінші қатардың 1-ші партасында отырып есіме түсетіні. Нұрислам шығарма жаздырамыз, ана тілі ол кезде әдебиет оқу ғой. Сонда Нұрислам пачек алып келді. Толтырып газетті, не газет екенде қарамайтын болып тұрмын ғой. Толтырға келе шығарманы Аймұрат екеуі керемет жазды. Мен сол үшін әлі жаңа есіме түскен сайын есім аталғанда есіме түседі. Балалардың барлығы жақсы оқыды, жақсы бітірді. Сол өзімнің жаңа құрттай болса да, 1 жыл болса да берген білімімді ары қарай жалғастырғаны мықты қуанамын. Рахмет шақырғандарыңызға, үлкен амандық тілеймін, дендеріңіз сау болсын, Алла тағала ғұмыр берсін деп тілеймін. Ұстаздарға рахмет көп. Енді мектебімізге 48-ші түлектер атынан сыйлығымызды табыстауға рұқсат етіңіздер. Ал сыйлығымызды табыс етеміз. Діндер атынан өмірден ерте кеткен достарымызды сағынышпен еске ала отырып, ендігі сөзді қорытынды сөзі құрдасымыз Гүлнара Балмұхамбетоваға береміз. Құрметті барша қауым, бүгінгі мына біздер мектепке 20 жылдық кездесуге келіп қалып жатырмыз. Бұл жерде енді бірінші мектеп директоры Венера Тілекқызына көп рахмет. Бізді келгеннен бері өзінің қонақжайлығын көрсетіп қарсы алып жатыр. Сіздерге осы өзіміздің бітіріп кеткен мектебімізге шығармашылық табыс тілейміз жұмыстарыңызға. Енді мына жерде осы біз алғаш мектеп табалдырығын аттағанда ең бірінші бізді Райса апайымыз қарсы алып, ең алғаш осы бізге әліппені үйретіп, білімін берген бізге. Көп рахмет сізге, Райса апай. Одан кейін 5-ші сыныптан бастап Айман апайымыз қабылдап алды. Ол кісі де өзінің білімін
бойымызға тартып, қолына келгенше осы мектеп табалдырығынан аттандырды. Енді осы өзіміздің мектепті бітірген құрдастарымызды кездестіріп бәріміз қауышып жатырмыз. Көп рахмет барлықтарыңызға да, сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Қазір жарың ұл қызың бар қасыңда, сол бақытпен қия тартасың да. Жетістікке өмірден жеткен болсаң, барлығы да мектеп сенің арқаңда. Барлығы да мектептің арқасында, білім барда қуаныш тарқасында, алтын ұя ордама алғыс айтам, 11 жыл отырғызған партасында. Құрметті қонақтар, осымен сан қыранды самғатқан алтын ұя тақырыбындағы жиынымызды жабық деп жариялаймыз. Thank you.